Социализмде 5 сотикте 5 қаналы мүйіште жайласқан жер жайымыз сатылуға қойылды. Бұл үйіміздің сыртқы көрінісі 50% тас керпіш, 50% хам керпіштен өрілген екен. Көргеніңіздей үйіміз мүйіште жайласқан, сыртқы көрінісін көрдіңіз, жүда ажайып. Hamde ең қолайлы жерлерден бірі сондай құяш панеліміз бар екен. Демек үйге ешқандай тоққа ақша төлемей отырған екен. Артып қалған пұлына газге де өткізіп отырған екен. Ал бұл кірер жеріміз, тамбурымыз болады. Міне жақсы есіклерден орнатып қойыпты. Сол есіктен кірген жерімізде сондай ажайып мощный холл күтіп алады біздерді. Ремонт жағдайларына гәп болуы мүмкін емес. Міне өздеріңіз бақа бере бересілер. Сондай мощный лестницалардан орнатқан екен. Бұл тарапынан көрсетеміз. Сырттан келгенімізде, оң тарапымызда сондай екі мейманхана жайласқан. Бұл бірінші болады. Ал бұл тарапта және бір мейманханамыз бар. Кіргенімізде, шеп тарапымызда сондай екінші мейманханамыз жайласқан. Енді кейінгі үшінші бөлмеміз, яғни ата-аналар бөлмесі осы тарапта жайласқан. Есіктерге ітібар береміз. Бұл ата-аналар бөлмесі болады. Дизайн менен соқтырып ремонтлаған екен. Осы бөлме ішінде гардероб есабында және бір бөлмеміз бар. Міне көрсеңіз болады. Қалесеңіз кабинет қылып пайдалансаңыз да болады. Бақасы 950 миллион, азғантай келісімлі деп атырыпты. Енді бұл тарапта асханамыз жайласқан. Бұл асханамыз болады. Флагымызға бір лайк басып қоясыз. Зор асханалардың бірі болады. Асхана мебелеріне, дизайнларына гәп болуы мүмкін емес. Зор қылып істетілген екен. Егер осы үй туралы толық мағлұмат керек болса, 91 кодымен 377-0044 телефонына байланыссаңыз болады. Лестницаларымызға да ітібар бересіз. Зор қылып істетілген екен. Бұл жоғарғы қабатымыздағы бөлмеміз болады. Балалар ханасы қылып қойған екен бүгінгі күнде. Атмосфераға гәп болуы мүмкін емес. Зор, ашық светлерден ремонтлап қойған екен. Демек бұл тарапта және бір 5-ші бөлмеміз жайласқан. Ал бұл тарапта жуынуханасы, қажетханасы осы тарапта жайласқан екен. Ешқандай ремонт жұмысларды істемейсіз, келіп, жасап кете бересілер. Енді үйіміздің арқа атыс тарапы осы есік арқалы шығылады. Бұл толығымен қоршалған. Көрсеңіз болады. Енді бұл тарапта тапшанымыз бар, хамде летний кухнямыз осы тарапта жайласқан екен. Сондай демалып отыратын жерлерді істеген екен. Бұл тапшанымыз болады. Ал бұл тарапта летний кухнямыз жайласқан, яғни жазғы асханамыз. Осы тарапта істеп қойған екен. Бұл қой қорамыз. Бұл атызымыз болады.
Сол жерлерді азғантай порядкілеп жіберсеңіз, яғни елкаларды егіп жіберсеңіз зор болады. Бұл тарепте енді гаражымыз жайласқан, бұл сыртқы қажетханасы. Ал бұл гаражымыз болады. Гаражымызға бір лайк басып қоясыз. Себебі сондай қылып пультпенен ашылатын дарвазасы бар екен міне. Жұмыстан шаршап кетқаныңызда түсіп, мініп, ашып жүрмейсіздер. Демек, үйімізді таныстырып өттік. Сіздерге ұнаған болса, бір лайк күтіп қаламыз. Диққатларыңыз үшін рахмет. Сау саламат болың. Кейінгі үйлерде көріскенше.